Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағы. 21 сабақ. Ұзындық, өлшеу және салыстыру. Бүгінгі сабақтың мақсаты заттарды ұзындығы бойынша салыстыру. Заттардың ұзындығын салыстырғанда тең, артық және кем таңбаларын қолдану. Шамалармен қосу және азайту амалдарын орындау. Суретке назар аудар. Заттар жиынын қалай атауға болады? Әрине, оқу құралдары. Бұл заттарды ұзындығы бойынша салыстыруға бола ма? Иә, ұзындығы бойынша сызғыштың көмегімен салыстыруға болады. Ал енді балалар, ұзындықтың не екенін есімізге түсірейік. Ұзындық заттың бастапқы нүктесінен шеткі нүктесіне дейінгі ара қашықтық. Оны сантиметрмен өлшейді. Сантиметрдегі цифрлардың арасы 1 сантиметрге тең. Оны см деп қысқаша белгілейді. Кітаптың ұзындығы 24 сантиметр, ені 16 сантиметр. Үстелдің биіктігі 75 сантиметр. Қарындаштың ұзындығы 8 сантиметр. Есіңде сақта, ұзындықтың өлшем бірлігі сантиметр, белгісі см, дециметр, белгісі дм. 1 дециметр тең 10 сантиметрге, 100 сантиметр тең 1 метрге, 2 метр тең 200 сантиметр 20 дециметрге, 75 сантиметр тең 7 дециметр және 5 сантиметрге. Заттардың ұзындығын салыстыру нәтижесін артық және кем белгілерінің көмегімен санды теңсіздік түрінде жазуға болады. Заттардың ұзындығын сызғыштың немесе сантиметрлік таспаның көмегімен өлшеуге болады. Ұзындықтың өлшем бірліктері сантиметр және дециметр. Заттың ұзындығын қалай өлшейміз? Әрине, сызғыштың көмегімен. Бірінші, сызғыштың бойынан 0 цифрын тап. Екінші, заттың бір шетін сызғыштың бойындағы 0 цифрының тұсына туралап қой. Үшінші, заттың келесі ұшы қай цифр деңгейінде аяқталғанын анықта. Төртінші, бұл цифр заттың ұзындығын көрсетеді. Ал енді балалар, алдарыңдағы дәптер, қарындаш, қаламсаптарының ұзындықтарын өлшеп көріңдер. Ал енді балалар, тапсырма орындайық. Салыстыру. Артық немесе кем, тең деген таңбалардың тиістісін қоясыңдар. Уақыт беріледі. Жарайсыңдар балалар, сендер де осылай үлкен және кіші таңбаларын қойдыңдар деп сенемін. Келесі тапсырма. Шығарып көр. Екі үйдің енін салыстыр. Үй шатырларының қабырғаларын салыстыр. Бірінші үйдің ені 30 дециметр. Екінші үйдің ені 20 дециметр. Ал бірінші үйдің шатырының ұзындығы 20 дециметр. Екінші үйдің шатырының ұзындығы 40 дециметр. Ал ендеше осы шатырлардың ені мен ұзындықтарын салыстырып көрейік. Жарайсыңдар балалар, сендер дұрыс таптыңдар деген ойдамын. 30 дециметр үлкен 20 дециметрден, 20 дециметр кіші 40 дециметрден. Үшінші тапсырма салыстыру. Уақыт кетті. Сендер балалар дұрыс таптыңдар деген ойдамын. Дұрыс жауаптарымен тексеріп көріңдер. Бесінші тапсырма. Шамалар мен амалдарды орында. Бірінші бағанда қосу амалдарымен, ал екінші бағанда азайту амалдарымен берілген.
Өзіңді тексер. Я немесе жоқ әдісі. Тапсырма. Сантиметр ұзындық өлшем бірлігі. Я болса я, немесе жоқ десеңдер, жоқ деп белгілейсіңдер. Дұрыс айтасыңдар. Я. 1 дециметр тең 100 сантиметрге. Дұрыс. Жоқ. Ұзындықты өлшеу үшін сызғыштағы 0 санын заттың шетіне дәл келетіндей етіп қоямыз. Дұрыс айтасыңдар. Иә деген жауап болады. Рефлексия. Заттың ұзындығын өлшеп, салыстыра аламын. Салыстыру нәтижесін жазғанда тең, артық және кем таңбаларын қолданамын. Шамалармен қосу және азайту амалдарын орындай аламын. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.